Сәлем қыздар, бүгін мен сіздерге қас бояудың қазіргі трендтегі үлгісін көрсететін боламын. Ең бірінші бізге Collegial фирмасының палеткасы керек болады. Мен көбінесе осы екі түсті пайдаланамын. Осылай екеуін біріктіріп, қастың төменгі жағынан бастап бояймыз. Қасымыздың астыңғы жағынан бастап, ортасына дейін қанық қылып бояймыз, ал алдыңғы жағын тек кішкене ғана дәл видеодағыдай істесеңіздер болады. Осы бояған қасымызды арнайы тарауышпен тарап шығамыз. Келесі кезекте консилер немесе тоналканың көмегімен қасымыздың формасын шығаратын боламыз. Яғни артық қалған бояуларды алып тастаймыз. Бірінші қасымыздың астынан бастап, дәл видеодағыдай істейміз. Үстіңгі жағына да аккуратны бірдей қылып жағамыз, және де бұны спонждың көмегімен теріге сіңіреміз. Келесі кезекте қасымызға фиксатор жағатын боламыз. Мен Art Visage фирмасының қасқа арналған гелін пайдаландым. Бірінші алдыңғы жағынан бастап, соңына дейін дәл видеодағыдай тарап шығамыз. Осымен біздің бірінші қас үлгіміз дайын. Енді екіншісін көрсететін боламын. Ол үшін бізге қасқа арналған сабын қажет болады. Осы сабынымызға кішкене су сеуіп, арнайы өзінің тарауышымен жақсылап сабынымызды жағып аламыз. Одан кейін қасымызды бірінші астыға қарай тараймыз. Сразу бірден жоғары қарай тарамауымыз қажет. Бірінші астыға тарап алғаннан кейін ғана төбеге қарай қасымызды көтереміз. Дәл видеодағыдай жоғары қарай тараймыз. Тез-тез тарауларыңыз қажет, себебі сабын тез кеуіп кетеді. Жоғары қарай қасымызды тарап алғаннан кейін осы тарауыштың ұшымен қасымызды төмен қарай түсіреміз, дәл видеодағыдай. Және қасымыздың ұшына қарай жаңа қолданған палеткаларымызды кішкене жағып жіберсеңіздер болады, ұзын қылып. Енді осы қасымызға консилер немесе тоналка жағатын боламыз. Қасымыздың астынан бастаймыз, дәл видеодағыдай. Енді қасымыздың үстіңгі жағына тоналканы жағатын боламыз. Дәл видеодағыдай бірдей қылып жағыңыздар, және де теріге міндетті түрде спонждың көмегімен сіңіреміз. Осымен қасымыз дайын болып қалды. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай, біреуі палетканың көмегімен боялса, екіншісі сабынның көмегімен естественный, табиғи болып шыққан. Міндетті түрде осылай боянып көріңіздер. Егер де видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, өздеріңіздің құрбыларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.